Айнара ертегілері. Достар, бүгінгі күн қандай тамаша? Иә, бірге жүрген қандай жақсы. Жүріңдер, алда бізді қызықты күн күтіп тұрған сияқты. Олар жердегі бір уыстарыны көріп қалады. Қараңдаршы, мынау тары ғой. Оны жерге егіп көбейтейік. Иә, жақсы ой екен. Үшеуі ақылдасып, тарыны егіп көбейтіп алуға келіседі. Сендер еге беріңдер. Мен мына жарды ұстап тұрайын. Құлап кетсе қиын болады. Жарайды, біз жұмысты бастайық. Тарыны түгел егіп шығайық. Бірақ қу түлкі еңбек еткісі келмей, жарды ұстап тұрғандай болып, көлеңкеде жатып демалады. Қараңшы, тары өсіп келеді. Еңбек ешқашан зая кетпейді. Әлі де демалып алайын. Бәрін жинап болдық. Міне, бір аяқ тары болды. Енді оны қалай бөлсеміз? Осы кезде түлкі келіп тарыны бөліспей жарыс ұйымдастыруды ұсынады. Үшеуге бөлсек ас тиеді. Онда не істейміз? Жарысайық. Кім бірінші келсе, тары соныкі. Жарайды. Дайынсыңдар ма? Дайынмын. Мен де дайынмын. Кеттік. Жарыс басталар алдында қу кене білдіртпей түлкінің башпайына жабысып алады. Мен бірінші болып келемін. Байқамай-ақ қойсын. Мен де жетемін. Кене болса түлкімен бірге еш қиындықсыз мәреге жетеді. Ей, мені басып қала жаздадың. Сен мұнда қашан келдің? Сен кетті дегенде бірге шықтым. Сол кезде айлакер тасбақа түлкіні қорқыту үшін. Ойбай! Екі аңшы сені іздеп келе жатыр. Не дедің? Дәл осы жаққа қарай келе жатыр. Аңшылар ма? Қаш! Мені айтпаңдаршы. Тары түгел сендердікі. Мұны естіген түлкі қатты қорқып кетеді де, тарыны да жарысты да ұмытып қаша жөнеледі. Еңбек еткенің несібесі мол екен. Иә, адал еңбек әрқашан жеңеді. Сөйтіп еңбекқор тасбақа мен кене тарыны тең бөлісіп алады. Еңбек еткенің да бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Оның жалғыз шешесі ғана бар екен. Екеуінің тұрмыстары өте нашар көрінеді. Кейде тіпті үйлерінде ішерге ас таба алмай қалатын болса керек. Ішерге тамақ таппай қиналып, аштан өлмесек болды. Екеуі осылай қиналып өмір сүреді. Бір күні қызы орманға серуенге шығады. Бұл орманда жейтін саңырау құлақтар немесе жидектер бар болса екен. Осылай жүргенде қыз орманнан қарт әжейді жолықтырады. Қызым, бұл жерде не істеп жүрсің? Тамақ жоқ болған соң, тамақ іздеп жүрмін. Қыз әжейге өзі туралы барлығын айтып береді, ал әжей болса оны түсініп, оған сыйлық бермек болады. Қызым, жағдайыңды түсіндім. Мен саған бір құмыра беремін. Ол құмыра ас пісір дегенде ботқа жасайды. Тоқтату үшін құмыра тоқта деп айт. Құмыраға айтатын сөздерді ұмытпа. Жарайды, сізге көп рахмет. Сонда ғана құмыра көмектеседі. Иә, әже. Қыз құмыраны үйге апарып, анасы екеуі қатты қуанады. Құмыра ас пісір. Құмыра келгелі бері олардың қарны ешқашан ашпады. Анашым, мен орманға барып келемін. Жарайды, жолым болсын. Осылай қыз серуенге кеткенде ботқа таусылып анасының қарны аша бастайды. Қарным ашты, құмыра ас пісір. Уа, құмырадан ботқа шыға бастады. Бірақ анасы оны қалай тоқтату керегін білмейтін еді. Қандай дәмді ботқа. Енді не істеймін, тоқтататын сөзін білмеймін ғой. Осылайша құмыра ботқа шығара береді. Тек қана үйдің бүкілі ботқа болмай, көшені де ботқа басады. Бір мезетте қыз орманнан қайтып келеді. Құмыра, тоқта! Рахмет!
Сендерді жинаған себебім, кімде-кім қайнаған суды ішіп қойса, соған көп сыйлық беремін. Осылайша хан андарға тапсырма береді. Ал ыстық суды ішуге кімнің батылы жетеді екен? Мына су тым ыстық қой, оны ешкім іше алмайтын сияқты. Мына су тым ыстық қой, мына су тым ыстық қой, оны ешкім іше алмайтын сияқты. Ай, аузым күйді! Ыстықтай суды ішкенді жақсы көремін. Іше алсаң ішіп көр. Нө? Алдастарым ыстық су екендігін көріңдер. Тапқыр қоян суды барлық аңға көрсетіп шыққанда, су суып кеткен еді. Қоян, сен нағыз батырсың. Мынау саған. Браво, Жай! Рахмет! Айнара ертегілері. Сәлем, ақбұлттар! Ертеде жасыл желекке оранған әсем ауылда Айша есімді мейірімді қыз өмір сүріпті. Сендер мені естісіңдер ме? Әрине! Ол үйіне жүгіріп барып, ақ параққа кішкентай ғана хат жазды. Хатта бір ғана тілек болды. Батты болт. Менің бір ғана тілегім бар. Барлық балалар әрқашан бақытты болсын. Енді бұл хат міндетті түрде бұлттарға жетеді. Ой, тоқта, ұшып кетпе! Ол хатты аспанға көтерген кезде, кенеттен жылы самал жел соғып, хатты көкке алып ұшты. Өтінемін, жоғалып кетпе! Уайымдама, мен бұл хатты міндетті түрде жеткіземін. Тағы аз қалды. Болт қуана ұшып келе жатқанда, алдынан үлкен қара бұлт шықты. Сіз кімсіз? Бұл жерден ешкім өте алмайды. Жоқ, ұшып кетпе! Күшті жел соғып, хатты жұлып әкетті. Бір сәтте хат бірнеше бөлікке бөлініп, жерге шашылып түсті. Кішкентай болт қатты мұңайды. Мен бәрін тауып шығамын. Хаттың бір бөлігін қоян тауып алды. Бұл біреуге өте маңызды хат екен, деді ол. Мынау біреудің өте маңызды хаты екен. Бұл хаттың қалған бөліктерін табу керек. Екінші бөлігін Тиін тапты. Қалған бөліктерін бірге іздейік, деді Тиін. Достар, көмектесесіңдер ме? Әрине! Көп ұзамай кірпі де тағы бір бөлігін тауып келді. Тағы бір бөлігі табылды. Тағы бір бөлігін табайық. Таптым, соңғы бөлігі осында. Сәлден соң көгілдір құс соңғы бөлігін алып ұшып келді. Біз бірге істедік. Енді хатты жеткізейік.
бәрі бірігіп хаттың бөліктерін қайта құрастырды. Кішкентай болт бәріне алғысын айтып, хатты қайтадан аспанға алып ұшты. Бұл жолы міндетті түрде жеткіземін. Ақыры келдік. Сен өте батылсың. Биік бұлттардың арасында оны мейірімді бұлт перісі қарсы алды. Ол хатты асықпай ашып оқыды. Барлық балалар бақытты болсын. Мейірімді жүрек әр қашан жақсылық әкеледі. Сол сәтте аспанда әсем кемпір қосақ пайда болды. Алтын түсті жаңбыр жерге ақырын жауа бастады. Ауылдағы гүлдер бұрынғыдан да жайқалып өсті. Балалар шаттанып ойнады, құстар ән салды. Айша аспанға қарап, үлкен қуанышпен күлімсіреді. Рахмет, ақ бұлттар. Әр қашан мейірімді бол. Сендер де әрдайым мейірімді болып, айналаңдағы адамдарға жақсылық жасаңдар. Ертегі осымен аяқталды. Бұл менің ең бақытты күнім. Қандай әдемі жарық. Ол жақта не бар екен? Тоқта, ол батырманы баспа. Неге? Бір-ақ рет басам, ештеңе болмайтын шығар. Не болды? Түстер жоғалды. 3-6 табай. Жүр, тез. Қара, көк кристалл. Біріншісін таптық. Тағы екеуі қалды. Абайла. Ұстадым. Тағы біреу қалды. Бітті, түстер қайтты. Енді батырманы өшір. Біз жеңдік. Орман қайтадан әдемі болды. Рахмет.